сәлеметсіз бе? Сізбен бірге Мақпал. Менің каналым ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіз. Дәмі өте керемет, тіл үйірер окорочкадан өзбекше палау дайындайтын боламыз. Алдымен ноқатымызды қайнатуға қоямыз. Одан соң 1,5 шөміш май құйып, қыздырылған майда окорочкамызды жақсылап қуырып аламыз. Толықтай қызаруы керек. Қайта-қайта араластырып тұрып, толықтай қызартып аламыз. Ноқатымыз қайнап шықты, астын жай қоямыз. Қуырылған тауық етіне пиязымызды салып, қайта-қайта араластыру арқылы пиязымызды да толықтай қызартып аламыз. Пиязымыз толықтай қуырылып болды. Үстінен сәбізді салып араластырып, өзіңіз қалауыңыз бойынша зира, тұз және де приправа салсаңыз болады. Сәбізіміз толықтай жұмсарып қуырылғанша қақпағын жауып, жай отта біраз бұқтырып аламыз. Дайын болған сәбізімізге суымызды құямыз. Суымыз бетімен болып тұру керек. Осы уақытта күрішімізді 2-3 рет жуып, жылы суда қалдырамыз. Суымыз қайнаған соң астын жай отта қалдырып, жарты сағатта қайнатып аламыз. Жарты сағат өткеннен кейін қайнап тұрған ноқатымызды салып, үстінен мейіз саламыз. Суымызды осы уақытта көретін боламыз. Суымыздың тұзы күштірек болуы керек. Өйткені біз күрішті салған кезде тұзы аз болып қалмауы керек. Күрішімізді салып, толықтай судың бетіне жайып шығамыз. Су кішкене күріштен жоғары болып тұруы керек. Үстіне су құймасаңыз да болады. Күрішімізді жайып болдық, астын қатты қойып, суымыз тартылғанша қайнататын боламыз. Суымыз қатты тартылып кетпеуі керек. Күріштен кішкене төмен болса жеткілікті. Және де осылай араластырып отырамыз. Қайта-қайта араластырсақ, күрішіміз біркелкі болып пісетін болады. Міне, күрішімізден төмендеу суымыз тартылды. Енді күрішімізді ортаға жинап бұқтыратын боламыз. Бұқтыратын кезде осылай араларын тесіп алатын боламыз. Ауа айналымы болады. Шетіндегі суларды көріп тұрсыздар, осылай болу керек. Енді астын жай отта, ең төменгі отта қойып, үстін жауатын боламыз. Өздеріңіз қақпағымен немесе осылай жапсаңыздар да